Сәлеметсіздер ме студенттер, бүгінгі өтетін тақырыбымыз үтір, оның қойылатын орындары. Осы тақырып аясында мынадай мәселелер қарастырылады. Бірінші, қаратпа сөздің тыныс белгісі. Екінші, қыстырма сөз түрлері тыныс белгісі. Үшінші, одағайлардың тыныс белгілері. Төртінші, оңашаланған айқындауыш, оның тыныс белгілері. Бесінші, бірыңғай мүшелердің тыныс белгілері. Алтыншы, жалпылауыш сөздердің тыныс белгілері. Жетінші, құрмалас сөйлем ішінде қойылатын үтір. Қаратпа сөздерге байланысты қойылатын үтір. Жанды, жансыз заттарға қарата айтылған сөздер сөйлем ішіндегі басқа сөздерден үтірмен ажыратылады. Қаратпа сөз сөйлемнің басында тұрса, үтір оның соңынан, ортасында тұрса, екі жағынан, соңында тұрса, одан бұрын қойылады. Мысалы, жігіттер ойын арзан, күлкі қымбат. Қаратпа сөздің алдында анықтауыш болса, олар қаратпа сөзден тыныс белгісімен бөлінбейді. Қаратпа сөз анықтауышпен тұтасып, сөйлемнің басқа мүшелерінен үтірмен ажыратылады. Мысалы, Қарағанды шахтерлары ор еңбектің дабылын. Алдынан не соңынан келген эпитет сөздері бар қаратпалар тұтас тізбек құрайды. Эпитет пен қаратпа сөз бір-бірінен тыныс белгісімен ажыратылмайды. Мысалы, жарайды, Абай аға, қаршыға жайында ма? Қаратпа сөзбен қатар келген одағайдан кейін үтір қойылады. Мысалы, күннен күнге уа халқым, құлаш жаздың өріске. Қаратпамен қоса айтылған шылаулар күрделі қаратпа сөздердің құрамына енеді де екеуінің арасында дефис қойылады. Мысалы, жеңіш-ау, Абай ағамның мысқылына ажалды кісі тап болсында. Қаратпа сөздер екі рет қайталанып та келуі мүмкін. Мұндайда қайталап тұрған қаратпа сөздің өз алдына үтір қойылады. Қош, қалқам, қалқам, деді шұға. Екінші, қыстырма сөздер мен сөз тіркестері мағынасына қарай төмендегіше жіктеледі. Автордың қуанышын, қайғырғанын, өкінішін, сенімін, күмәндануын тағы басқа білдіретін сөздер. Амалғанша, несін айтасың, бәсе, әрине, рас, сірә, тегі, бәлкім, шамасы, айтпақшы, мүмкін, бақытымызға қарай, соры қайнағанда тағы басқалары. Айтылған ойдың кімнің тарапынан шыққанын білдіретін сөздер. Жұртқа айтқандай, меніңше, сеніңше, оныңша, оларша, оның ойынша, әлі есімде, шынымды айтайын, ұмытпасам, тағы басқалары. Ойдың желісін, ретін білдіретін сөздер. Біріншіден, екіншіден, әуелі, алдымен, демек, сөйтіп, қысқасы, ақырында, әйтеуір, керісінше, мысалы, негізінен, сосын, бір жағынан, бір сөзбен айтқанда, былайша айтқанда, сайып келгенде тағы басқалары. Тыңдаушының назарын аудару үшін айтылатын сөздер. Айталық, өздеріңізге мәлім, көріп отырсыз, міне, әне, қане, байқаймын, байқайсыз ба, тағы басқалары. Қыстырма сөздер сөйлем ішінде басқа сөздерден үтірмен бөлінеді. Қыстырма сөз сөйлемнің басында келсе, үтір одан кейін, ортасында келсе, екі жағынан, соңынан келсе, алдынан қойылады. Менің білуімше, ел бір заманда қой сияқты болған. Не, немене, қалай, ендеше сияқты сөздерде сөйлем мүшесі болмай, айтушының белгілі бір сезіміне байланысты қолданылғанда, қыстырма сөз ретінде үтірмен бөлінеді. Қалай, құлағың ашылды ма? Сөйлемдегі сөздермен синтаксистік байланысы жоқ қыстырма сөздер көбінесе үтірмен бөлінеді. Осы кезде Құнанбайға жекшен шаққан болу керек. Әкесі Абайға айғайлады. Екі қыстырма сөз қатар келгенде араларына үтір қойылады. Рас, менің байқауымша, сіздің халық ақын халық. Оңашаланған мүшемен келетін мысалы, айталық, шында сияқты қыстырма сөздерден кейін үтір қойылмайды. Географиялық атаулар, айталық, тау аттары бас әріппен жазылады. Қыстырма сөзбен келген оңашаланған мүше жақша ішінде тұрса, қыстырмадан кейін үтір қойылады. Көктемде жыл құстарының алды, мысалы, қаз бен үйрек келе бастайды. Мағынасы жағынан қыстырма сөздерге ұқсас келетін, дауыс кідірісімен айтылатын ал, тіпті, дегенмен, алайда, бірақ, сонымен қатар, сондай-ақ, әсіресе, тек сынды сөздер сөйлемнің басында не жай сөйлемнің ішінде үтір арқылы бөлінбейді. Ол ма, бұл ма,
ол болсын деген сияқты тіркестер қыстырма ретінде үтірмен бөлінеді. Ол ма, әңгіме одан да ұлғая түсті. Одағайлар көбінесе сөйлем басында келеді де үтірмен бөлінеді. Апырау, сіздің ауыл майқұдыққа қонбаушы еді ғой. Егер одағайлар сөйлем ортасында келсе, екі жағынан үтір қойылады. Соңында тұрса, үтір одан бұрын қойылады. Жүрегім ойбай соқпайынды, бүгін дос, ертең жау. Мен не қылдым, япырау. Одағай тәріздес бәсе, жә, қош, қой, жай, жарайды, мақұл, болды, дұрыс, бәрекелді сияқты сөздер сөйлем ішінде жұмсалған орны мен мағынасына қарай оқшауланып келсе, өзге сөздерден үтірмен бөлінеді. Қой, неде болса қалмайық енді. Жә, тоқтат ақсақал. Иә, жоқ, мәңіз сөздері сөйлем ішінде үтірмен ажыратылады. Ақтағаны ма? Жоқ, жай шошынғаны ма? Одағайлар көбінесе қаратпа сөзбен қатар қолданылады. Мұндайда одағай мен қаратпаның араларына үтір қойылады. Сыналар, ей жігіттер, келді кезің. Бірнеше одағай қатар келгенде әрқайсысы үтірмен бөлінеді. Мысалы, уа, шіркін, әнде босын айт. Оңашыланған айқындауыш дегеніміз өзінен бұрынғы сөздің мәнін айқындап, дәлелдеп беретін және сонымен септік жалғаулар жағынан тұлғалас келетін бір сөз не сөз тіркесі. Мысалы, тобықты ішіне ең алғаш келген арба осы зеренің, Құнанбайдың кәрі шешесінің көк арбасы десе де болады. Оңашаланған айқындауыш мүше болатындар. Яғни, әсіресе, мысалы, яки, немесе, болмаса, басқаша айтқанда деген мағынадағы көбінесе, оның ішінде тіпті деген сөздермен басталатын тіркестер өзінің алдындағы сөздің мағынасын дәлелдеп тұрса, оңашаланған мүше болады. Жоғарыдағы сөздердің өздері жеке үтірмен бөлінбейді. Үтір тұтас тіркестің екі жағынан қойылады. Ылғалды жерлерде, көбінесе өзен бойларында шөп қалың өседі. Мысалы деген сөз оңашаланған мүшенің құрамында болмай, жеке қыстырма сөз ретінде келгенде үтірмен жалғыз өзі ғана бөлінеді. Мысалы, таза мыс электр тоғын жақсы өткізеді. Әсіресе, көбінесе, тіпті, оның ішінде деген сөздер оңашаланған мүше болатын сөз тіркестерінде емес, жалпы сөйлемге қатысты болып келуі мүмкін. Ондайда бұл сөздер ешқандай тыныс белгісімен бөлінбейді. Алматылықтар жазда көбінесе тауға шығады. Исімдіктен кейін келген айқындауыштар оңашаланады. Олар жас комсомол жігіттер мен жас қыздар тыңға аттанды. Оңашаланған айқындауыш мүшелер сөйлемнің басқа мүшелерінен көбінесе үтірмен бөлінеді. Абай былтыр Боқырауда күзем үстінде қалаға оқуға кеткенде дәл осы қоныстан Есенбайдан кеткен болатын. Өз ішінде үтірлері бар жайылма оңашаланған айқындауыш мүшелер екі жағынан сызықшаға алынып жазылады. Оңашаланған мүше үтірмен бөлінгенде бірыңғай мүшеге ұқсап кететін жерде сызықша қоюға болады. Орыс халқының бай мәдени мұрасының бір саласы, оның тамаша мақалдары, мәтелдері қазақ халқына аудармалар арқылы таныс болып, халық игілігіне айналып келеді. Сияқты, ретінде, қатар, емес, түгіл деген сөздер және дайдей, тайтей жұрнақты сөздермен келген тіркестер оңашаланған мүше сияқты сөйлем ішінде үтірмен бөлінеді. Мен әлти ғана емес, сәдуақасқа да іштей қайран қап отырмын. Қарамастан, қоспағанда, есептемегенде деген сөздерге аяқталатын тіркестер үтірмен бөлінеді. Аяғының ауырғанына қарамастан, ол шапшаң жүгіріп кетті. Оңашаланған мүше инверсияланып келуі мүмкін. Онда ол сөйлем ішінде үтірмен ажыратылады. Мұқанның баласы ғой, мен былтыр өлген ағамның. Оңашаланған айқындауыш мүше өзінің алдындағы айқындайтын сөзімен септік, тәуелдік жалғаулар жағынан қиыспай тұрса, араларына сызықша қойылады да, айқындауыштан кейін ешқандай тыныс белгісі қойылмайды. Күлкінің иесі қызды біз енді жақсылап көрдік. Ал айқындалатын сөзмен морфологиялық тұлға жағынан қиыспай тұрса, не екеуі де атау тұлғада келсе, жалқы есімнен болған айқындауыш ешқандай тыныс белгісімен ажыратылмайды. Мысалы, менің інім Марат биыл мектеп бітірді.
Оның бұл тұрған қалпын ағасы Балтабектің әйелі Айбаладан басқа ешкім көрген жоқ. Тыныс белгілерін қоюға келгенде, бірыңғай мүшелерді 3 топқа бөліп қарауға болады. Бірінші, араларында жалғаулық жоқ бірыңғай мүшелер. Екінші, араларында жалғаулықтар бар бірыңғай мүшелер және жалпылауыш сөзбен қатар келетін бірыңғай мүшелер. Жалғаулықсыз келген дара бірыңғай мүшелердің араларына үтір қойылады. Мысалы, абай қажымай, жалықпай, ылғи ғана ынтыға тыңдайтын. Жалғаулықсыз келген күрделі бірыңғай мүшелердің араларына үтір қойылады. Мысалы, Боржабай орта ғана бойлы, жуантық денелі, дөңгелек бетті, қалың ерінді, жасаураған кішірек қоңыр көзді, үйісқан қысқа қара жирен сақалды, таңқита басқан сирек мұртты, домалақтау мұрынды, қоңыр өңді кісі еді. Бірыңғай мүшелердің алдыңғыларының жалғаулары түсіп қалып айтылса, араларына үтір қойылады. Мысалы, бөкенші, борсақ, қызық шоқы, қыдыр көлқайнарға жаппа тігіп қонды да көшпей отырып алды. Дашлауы етістіктен болған екі бірыңғай баяндауыштың арасында қайталамай келсе, деден кейін үтір қойылады. Бұның балдызына үйленген жандарал төрені сүйетін де сүйейтін. Құрмаласқа енген жай сөйлемдерді байланыстырып тұрған дашлауынан кейін үтір қойылады. Бір жерлерге келгенде, Биденко мен Горбунов ескі тамның түбіне бой тасалап отыра қалды да, Ваня ілгері барып жер шолып келді. Да жалғаулығы әр бірыңғай мүшеден кейін қайталап келсе, үтір қойылады. Көңілім қалды достан да, дұшпаннан да. Не, немесе, я, яки, әрі, әлде жалғаулықтары әр бірыңғай мүшенің алдынан қайталап келгенде, бірыңғай мүшелердің араларына үтір қойылады. Теріскейден соққан желдің екпіні әрі күшті, әрі суық. Бір сөз, бірдей не әртүрлі тұлғада қайталанып айтылса, араларына үтір қойылады. Мысалы, лаула, жан, костерден от, лаула, лаула. Екі бірыңғай мүшенің арасына келетін, бірақ, дегенмен, алайда, сонда да деген жалғаулықтар мен, сондай-ақ, сонымен бірге деген тіркестердің алдынан үтір қойылады. Абай өлеңдерінде, сондай-ақ публицистикалық әңгімелерінде баланы тәрбиелеу деген мәселеге үлкен мән берді. Бірыңғай мүшелердің әрқайсынан кейін сұраулықшылаулар қайталанып келсе, бірыңғай мүшелердің араларына үтір қойылады. Желдің бе, қасқырлардың ба, әлдененің ұлыған үні жер көкке сыймай тұрған сияқтанды. Үн жоқ, түн жоқ, ұзынарқан кең тұсау, 8 қырлы бір сырлы, алт таласы 5 бересі, күн демей, түн демей, о жақ, бұ жағы сияқты күрделі сөздердің арасына бірыңғай мүшелерге қойылғандай үтір қойылады. Мысалы, ол 8 қырлы бір сырлы жігіт еді. Бір деген белгісіздік есімдігі екі бірыңғай анықтауыштың арасында тұрса, ол өзінен кейінгі анықтауыштың құрамына енеді де үтір алдынан қойылады. Баяғыда айлакер бір қу түлкі болыпты. Бірыңғай мүшелердің арасында қайталамайтын мен және деген жалғаулықтар тұрса, үтір қойылмайды. Мысалы, бұлардың артында Ербол мен Баймағамбет бір бөлек келеді. Дашлауы қайталамай, екі бірыңғай сын есім үстеулерден болған мүшенің арасында келсе, үтір қойылмайды. Қызғанышқа жеңгізген жас жүрек кінәшіл да әділетсіз. Не, немесе, я, яки, әрі, әлде жалғаулықтары қайталанбай, екі бірыңғай мүшенің арасында тұрса, үтір қойылмайды. Есін жиғанын не оянғанын Асқардың өзі де білмеді. Бұл жалғаулықтар қайталанбай, құрмалас сөйлемдегі екі жай сөйлемнің арасында тұрса, алдынан үтір қойылады. Мысалы, мұндағылар егін басына барады, немесе егіс басындағылар мұнда келеді. Жалпылауыш сөз бірыңғай мүшелерден бұрын тұрса, жалпылауыш сөзден кейін қос нүкте қойылады. Бірыңғай мүшелерден кейін сөйлем аяқталмаса, бірыңғай мүшенің ең соңғысынан кейін сызықша қойылады. Мысалы, үш нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Жалпылауыш сөз бірыңғай мүшелерден кейін келсе, жалпылауыш сөзден бұрын сызықша қойылады.
Жалпылауыш сөз болатындар бәрі, барлығы, баршасы, күллісі, бірі деген есімдіктер мен сан есімдер. Мысалы, ортасында Құнанбай, Бөжей, Байсал, Қаратай, Сүйіндік, Майбасар бәрі бар. Жинақтаушы мәнде қолданылған кейбір зат есімдер, оның ішінде мөлшерлі сан есімнен келгендерде жалпылауыш сөз бола алады. Мысалы, 2 ақсақ, 1 желаяқ, 3 боздақ енді базарға қарай бет алдық. Бірыңғай мүшелер мен олардан кейін келетін жалпылауыш сөздің арасында қыстырма сөз тұрса, қыстырма сөзден бұрын сызықша, соңынан үтір қойылады. Мысалы, электр станциясының салынып біткен мерекесіне арналған митинге жас та, кәрі де, оқушылар да, бөбектер де, қысқасы ауыл адамдарының бәрі тегіс келді. Көбінесе бірыңғай мүшелерден кейін келетін тағы басқалары, тағысын тағылар, тағы сондайлар деген сөздердің толық не қысқарған түрлері келсе, бұлардан бұрын, яғни бұлардың алдынан үтір қойылмайды. Өйткені бұл жердегі тағы сөзі және деген жалғаулықтың қызметін атқарады. Мысалы, мыналар элемент болады. Оттегі темір, күкірт, сынап, цинк, мыс, тағысын тағыда. Бір мезгілде немесе бір-біріне ұласа болған істі білдіретін, ұласа құрмаласқан жай сөйлемдердің арасына үтір қойылады. Мысалы, Итбай мен Горбунов дойбы ойнап отыр еді, терезеден айғай шықты. Даде, тате, әрі, не, немесе, яки, біресе, бірде жалғаулықтары салласқа енген жай сөйлемдердің әрқайсында қайталанып келсе де, қайталанбай келсе де, жай сөйлемдердің арасына үтір қойылады. Мысалы, біз Балқашқа баратын пойызды күттік те, ол Петропавл пойызымен со күні кешке Алматыға аттанды. Салласқа енген жай сөйлемдер, бірақ, өйткені, сондықтан, алайда, әйтсе де, ал деген жалғаулықтармен байланысса, үтір олардан бұрын қойылады. Мысалы, күн бұлттанып ақ тұр еді, алайда жауа қоймады. Бірақ, өйткені, сондықтан, дегенмен, алайда, әйтсе де, ал деген жалғаулықтар жеке сөйлемнің басында келсе, олардан соң үтір қойылмайды. Ал, бірақ, дегенмен, алайда, өйткені, сондықтан деген жалғаулықтар сөйлем басында келіп, олардан кейін оқшау сөздердің бірі тұрса, жалғаулықтардан соң үтір қойылады. Бірақ ол жалғаулыққа байланысты қойылған үтір болмайды. Оқшау сөздің алдынан қойылған үтір болады. Мысалы, ал, шырақ, әңгімеңді айта бер. Ал, бірақ, дегенмен, алайда жалғаулықтар қатар келгенде өз араларына үтір қойылады. Мысалы, бірақ, дегенмен өз қорықпайтын бала екен. Құрмаласқа енген алғашқы 2-3 немесе одан да көп сұраулы сөйлемдердің арасына сұрау белгісі емес, үтір қойылады. Мысалы, сам жамырай бастағаны ма? Жоқ, батар күннің жауын бұлты арқылы себездегені ме? Әйтеуір, батыс жақта көкжиек үстінде сарғыш мұнар сәуле бар. Сабақтаса құрмаласқан жай сөйлемдердің араларына үтір қойылады. Мысалы, Баймағамбет тұрып есікті ашқанда, әр жағында тыстан қайтып келе жатқан әйгерім көрінді. Шартты бағыныңқылы сабақтас жай сөйлемдердің арасына үтір қойылады. Ал баяндаушы шартты райдан жасалған бағыныңқы сөйлемге ерекше мән беріле айтылса, немесе басыңқыдағы іс шұғыл күтпеген уақиғаны білдірсе, сызықша қоюға болады. Мысалы, ұрса құлашы, сыбанса білегі, асылша жүрегі, түйсе жұдырғы көз тойдырады.